Халқымыз өнер мен білімді қадірлеген. Бүгінгі таңда барлық адамзат алдында тұрған басты мақсат білімді ұрпақ тәрбиелеу. Ал ұрпақ білімді қайдан алады? Әрине кітаптан. Кітап рухани қазына, байлық, заман сыры, тарих шежіресі, оқу тәрбие құралы. Кітаппен достассаң көп білесің. Ата-бабамыз кітапты ерекше ақылшы ұстаз санаған. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы деген қанатты сөз қалдырған. Артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деп Абай Құнанбаев атамыз айтпақшы, адам баласы үшін кітап тілсіз тәрбиеші. Осыған орай оқушылар мен ата-аналардың кітап оқуға деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында Ғали Ұрманов атындағы орта мектебінің 1-ші А сынып оқушыларының оқу алқыштар мектеп жобасы аясында ата-ана мен оқушылар ертегі әлеміне саяхаттап қайтты. Өгіз деген ертегін оқып берейін. Бір шал мен кемпірдің жалғыз сиыр болыпты. Олар сиырдың сүтін көре кетіпті. Сүтке жарымаған сиырдың бұзау өліп қала беріпті. Жылдар өтеді, кемпір шал қартаяды, ал жалғыз сиырға бұзау құтаймайды. Қой болмас дейді бір күні шал кемпіріне. Бір жылға бір нәрсе етіп шыдармыз. Сиырды саумаяқ қойшы, бұзау өссін дейді. Жарайды деп кемпірде келісе кетеді. 3 күннен соң сиыр еркек бұзау туады. Бұған қуанған олар қанша тарқаса да сиырды саумай сүт. Мен балалары ертеде, ешкі жүні өртеде, қырғауыл жүні қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Күндердің бір күні қан өзінің 2 баласын шақырып алып, бүгін қара бие құлындайды. Бұл 9-ші құлыны. Құлындаған күні түнде құлыны жоқ болып кетеді. Бүгін осы биені өздерің күзетіңдер, не болғанын көздерімен көріңдер дейді. Мұны ханның сиыршысы Кендебай жасырын естіп тұрады. Кешке ханның 2 баласы күзетуге барады. Кендебай да жасырынып барып, Тырна мен түлкі ерте затыде мен тырна дос болыпты. Түлкі бір күні қонаққа шақырыпты. Тырна қылмаған қонақ болып кетті. Тырна белгіленген уақытта қонақ болып кетіпті. Сені көргеніме қуаныштымын депті. Тамақты тәленкеге екеуіне де салады. Жақсылық пен жамандық. Бұрынғы өткен заманда жақсылық жамандық атты 2 адам болыпты. Бір күні жамандық жаяу жүріп келе жатса, артынан бір атты кісі жетіпті. Екеуі жөн сұрасып, қайда бара жатқан адамсың? Кісі, қайда бара жатырсың депті, білісіпті. Ол келген жақсылық екен. Сонда жамандық тұрып, жақсылық сен мені артыңа мінгестіре кетші депті. Жақсылық, олай болса сен қазір мына атқа мінде, біраз жер жүріп бар. Өмір сүріпті, қаталқан өмір сүріпті. Бір күні оның ұлы құлан аулауға шығады. Хан баласы үйірдегі құланның бірін атып жаралайды. Ол атымен қуып кеткенде құлан қарсы шауып бала хан баласын қуып өлтіреді. Ертедене бәлкім осы күндердені көп жасаған көпті көрген ақ сақалды сары тісті бір қарт болыпты. Қарттың кішкентай ғана сүйкімді кінәлғыш немересі бар екен. Бұлар туған жердің төсінде, тас бұлақтың басында қоңыр үйін тігіп, құба төбел тірлік құрып күн өткізіпті. Күндердің күніне ақ сақалды қарт үй ішінде дамылдап Түлкі тасбақа және кене дос болыпты. Бір күні олар жерден бір уыс тары тауып алыпты. Үшеуі ақылдаса келе тарыны жерге егіп көбейтіп алып, 3-ке бөліп аламыз деп шешіледі. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйеп тұрайын, құлап кетер деп жарды саялап жатып алады. Тасбақа жерді тырналап, тарыны егіп